Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Ахметолдағы жол. Қош келдіңдер менің каналыма. Міндетті түрде каналға тіркеліп, колокольчикті басып отырамыз. Достар, бүгін біздің сабағымыздың тақырыбымыздың аты размеры, яғни кез келген элементтің размерін қалай көрсетеміз, қандай масштабта көрсетеміз, соны сіздерге толықтай айтатын боламын. Көптеген адамдар білмей жатады, немесе қарапайым болғанмен, яғни оның масштабын келтіре алмай жатады. Сондықтан осы сабақты қарасаңыздар, міндетті түрде размерді дұрыс қоятын боласыздар. Достар, мінекей бұл бізде прямоктың проекциясы, яғни проектті осылай өзімізге, яғни модельге кіріп алдық. Негізі бұл проект осылай листта тұрады. Оны өзгерту үшін, редактировать ету үшін модельге кіреміз. Естеріңізде болсын. Яғни білетін де шығасыздар. Енді достар, ең алдымен размерді көрсетпес бұрын бізге слой керек. Яғни кез келген затты өлшейтін болсақ, бізге слой керек. Сол үшін свойство слойды екі рет басамыз. Екі рет басқаннан кейін мінекей мына жерде жоғары жағында көрсеттім, создать слой деп басуға болады. Міне көріңіздер өздеріңіз, немесе мышканың оң жағын басып, новый слой деп те таңдауға болады. Мысалға, мен жазамын размеры деп. Размеры деймін. Enterді басамын. Бізге енді түсін көрсету керек. Маған түсі мысалға көк керек. Көк болса, окей деп басамыз. Түсін өзгертеміз. Болды, слой создавать еттік. Енді текущий слойға қойып аламыз. Яғни сызған размеріміз сол слойға түсетіндей. Яғни панельге барғанда осы слойды басамыз, басқаннан кейін мінекей бізде тұр размер деп. Осын үстінен бір рет басамыз. Бізде текущий слойға қойылды, яғни размерде тұр. Достар, енді қалай размерін келтіреміз? Ең алдымен панельге барған кезде аннотация деп тұрады мінекей. Осы аннотацияны басқан кезде қандай стильде, шрифт, мінекей қандай размерде, қандай түсте барлық характеристикасы осы жерде тұрады. Немесе главное десең, міне аннотация деп тұрады. Аннотацияны бір рет басамыз, басқаннан кейін размер деген бар. Оны екі рет басамыз, мінекей. Бұл достар, мінекей бізде осы жерде тұрған М20, М100 деген, яғни бұлардың барлығы, яғни текущий стильдер, яғни әр стильге қойып размер қалай керек жасап алады. Бірақ бізге өз стиліміз қажет. Сондықтан өз стилімізді қою керек. Негізгі стиль бізде стандартный, мінекей тұр. Енді қазір маған стиль керек. Оны қалай құрамыз? Қазір міне оң жағында новый деген батырманы басамыз. Басқаннан кейін, яғни мінекей өзіміз стиліміз жазамыз. Стиль 1 деп жаза салайын мен. Бұл жерлерге ешқайсысына тиіспейміз, далені басамыз. Яғни мінекей автоматты түрде біздің стиліміздің толықтай инструкциясы шықты. Енді өзімізге ыңғайлы келтіріп аламыз. Бірінші размещение дейді, яғни бұл жерде ешқай жерге тиіспейміз, бірақ аннотивный дегенді басып қоямыз. Өйткені ол масштаб автоматты түрде болады деген сөз. Келесі текст деген бар. Текст деген бассақ, яғни жаңағы мен түстерін таңдап қойған барлығын. Бірақ осы жерде бір айта кететін жай, ориентация текста деген бізде міне согласно ISO дейді, яғни стандартный деген мағына. Бұны білетін шығарсыздар. Енді маған шрифт таңдау керек. Яғни мына 3 точка бар батырманы басамыз. Басқаннан кейін бізге қандай стильде керек екенін көріп алуға болады. Қандай размерде, қандай шрифтта екенін көруге болады. Шрифтта мысалға маған ұнайды осы шрифт. Маған осы шрифт ұнады. И размер дегенге аннотивный деген птичканы басып қоямыз. Бұл автомат деп 00 текст. Және степень растяжения минималка 1-де тұр қазір бізде. Оған тиіспейміз. Енді угол наклона, яғни бізге угол наклона керек па? Мысалға 10 десем, 10 маған жарайды мысалға. Мінекей және де енді оң жағында новый деген батырманы басып сохранить деп басамыз. Мінекей окей. Біздің стилімізге осылай құрылды. Кез келген размер көрсетсек, осы біздің стиліміз болады. Закрыть дейміз. Келесі символ стрелка. Енді мысалға көптеген проекттерде, исполнительный схемаларда, яғни стрелкаларды әртүрлі көрсетіп жатады. Замкнутый точка бар, наклон. Маған двойная засечка керек, өйткені соны басамын. Бір басқан кезде ол первая, вторая болып автомат түрде қалданады. Қалған размерлерін барлығына тиіспейміз. Маркер барлығы осылай. Ештеңеге тиіспейміз. Окей басамыз. Енді установить дегенді басамыз. Енді қараңыздар достар.
Айта кететін жай, яғни бізге мінекей автокадтағы, яғни командная строка жақты қарасаңыздар, осы жерде мінекей тұрады. Бізде қазір масштабымыз 1/1 деген сөз. Осы масштабты міндетті түрде қарап отырыңыздар. Енді мінекей бізге размер керек, ол үшін размер деген басамыз. Міне, бізден осы масштабтан өзі сұрайды. Иә деп окейді басамыз. Басқаннан кейін қараңыздар. Размерді басып, яғни бізге керек жерді сызатын боламыз. Мінекей, қараңыздар. Яғни біз таңған размер осылай шықты. Көрдіңіздер ме, достар? Яғни анық, размері жақсы. Мінекей осыған байланысты мінекей кез келген жерді таңдаймыз да өзімізге керек қылып сызып аламыз. Мінекей осылай қоюға да болады. Енді достар, бір айта кететін жай, яғни мына жерде жирный дегенді алып тастауға болады. Сол кезде проект анығымен көрінеді. Айта кететін жай, яғни қазір біз осы жерде масштабты ауыстырсақ, бұл енді модельде тұр, сондықтан өзгермеуі мүмкін. Модельде тұр, өзгермеуі мүмкін, бірақ ол листта өзгеріп кетеді. Естеріңізде болсын. Енді қараңыздар, достар, қазір мен листқа өтем. Листқа өткен кезде, яғни біздің масштабымыз көрінбейді. Яғни жаңағы масштабымыз жоқ. Сол үшін, достар, мінекей және командная строкаға барсаңыздар, яғни текущий масштабы деген, бұл листында масштабы бөлек моделіне қарағанда. Сол үшін бұл батырманы басып қоямыз. Сол кезде бұл автомат түрде көрсетеді бізге. Модельге өту үшін тағы бір сіздерге айта кететін, яғни мышканы сол жағын екі рет бассаңыздар, мінекей бұл размерде шығады. Яғни осы жерден де өзгерте беруге болады. Достар, сабағымыз ұнаса, міндетті түрде лайк баса кетіңіздер. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий жаза отырыңыздар, соған байланысты сабақ жүргізетін боламын. Сіздермен қоштаспаймыз. Сау, сәлеметте болыңыздар.